мен оны жазсам былай келтіріп жазатын едім. Өзіңіз отырасыз ба трецте? Таяуда ғана трец желісіне кірдім. Өзіңіздің мамандығыңыздың биік шыңына жеттім деп ойлайсыз ба? Ал енді мамандық таңдаған кезде мен әкешім қолдаған жоқ. Мәселен, әріптестеріңіз Жұлдыз Сүлейменова ханым, мәжіліс депутаты болып, оқу ағарту министрі болып кет. Біз депутаттық мына жерімізде значогымызбен жүріп, бізге орын жоқ. Қандай заң жобалары әлі жетілу керек? Әлі піспеген заң жобалары бар ма? Не деген жазылып бітпейтін заң бұл өзі? Неге бұл өзгере береді? Сендерге дейінгі депутаттар заң жазбады ма десе, біз ақпарат құралдардан көріп отырмыз ғой, олар да көп заң жазды ғой дейді. 25 жыл жалпы мәжіліс үшін қандай жыл болды деп айта аласыз? Негізі біз енді саясатта жүрген біз үшін өте ауыр сұрақтардың бірі, бұған баға беретін халық.